Сәлем достар, сіздермен бірге әлем медицинасы. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Жаратушы разы болсын. Оразаны не бұзады? Оразаны бұзатын 5 нәрсені айтатын боламын. Бірінші, әдейі бір нәрсені ішіп жеу. Екінші, темекі шегу, дәрі ішу. Үшінші, аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадисте айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес. Әйелмен жақындасу, яғни таң намазынан ақшам намазына дейінгі аралықта ауыз берік кезінде жақындасу оразаны бұзады. Себепсіз қорек немесе қоректік қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Мұндай жағдайларда кафарат оразасын ұстау қажет. Кафарат деп Рамазан айының оразасын себепсіз біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай қатарынан күн салмай ораза ұстау. Оған шамасы келмесе 60 кедейді тамақтандырып тойғызуды айтады. Сіздермен болған мен әлем медицинасы. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.